Шахтер күніне арналған мерекелік шаралар Қазақстан алаңындағы мерекелік концертпен аяқталды деуге болады. Екібастұздық кеншілерді көмір өнеркәсібі ардагерлерін құттықтауға Павлодар облысының әкімі Әбділқайыр Сқақов арнайы келді. Қадірлі жерлестер, сіздер үйлеріңізге жылу мен электр энергиясын беріп, маңызды өнеркәсіп салаларын, темір жолдардың жұмысын қамтамасыз етесіз. Сіздер атқаратын еңбек ауыр және аса маңызды. Кеншілер жұмысымен мен әрдайым ерекше құрметтеймін. Сіздердің ерен еңбектеріңіз бен қажырлы күш-жігерлеріңіз арқасында еліміздің өндірісі мен өнеркәсібі жаңа серпінмен дамып келеді. Құрметті достар, Екібастұз үлкен өзгерістер жолында. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қолдауымен былтыр Екібастұзды дамытудың кешенді жоспары бекітілді. 100-ден астам шаралардан тұратын осы жоспар арқылы Екібастұздың инженерлік коммуникациялық, индустриалдық, көліктік және тұрғын үй инфрақұрылымын дамыту жобаларын жүзеге асыру, әлеуметтік және экологиялық сұрақтарды шешу көзделген. Сондықтан осындай керемет қаламыздың өркендеуі жолында бірлесіп, бар күш-жігерімізді салып, ортақ биік мақсатқа бірге жетеміз деп сенемін. Құрметті достар, баршаңызды Конституция күнімен және кәсіби мерекелеріңіз Шахтер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге және жақындарыңызға зор денсаулық, мол бақыт, ашық аспан, жанұяларыңызға мереке бірлік тілеймін. Алға қойған мақсат жоспарларымыз әрқашан орындала берсін. Мереке құтты болсын. Осылайша өз құттықтауын білдірген облыс басшысы ерен еңбектерімен көзге түскен екібастұздық кеншілердің біразына лайықты марапаттарын табыстады. Павлодар облысы алдында сіңірген еңбегі үшін белгісімен көмір өнеркәсібі саласының ардагері Сәбит Садықов, Шығыс кеніштің еңбеккерлері Александр Сафронов, Юрий Прокопьев марапатталды. Тағы бір топ екібастұздықтарға Павлодар облысы әкімінің құрмет грамоталары, алғыс хаттары табысталды. За личный вклад в социально-экономическое развитие Павлодарской области, добросовестный труд, активную жизненную позицию и в связи с празднованием Дня Конституции Республики Казахстан, Дня Шахтера и 65-летия города Экибастуза знаком за заслуги перед Павлодарской областью награждаются Садықов Сәбит Сиддикович, көмір өнеркәсібінің ардагері. Начальник службы разреза «Восточный». Мерекелік шара Қазақстан эстрада жұлдыздарының концертімен жалғасты. Шахтер күнімен құттықтап өз әндерімен халықтың көңілін көтеруге Әбдіжапар Алқожа, Айри, Мәдина Садуақасова арнайы келіпті. Құрметті екібастұздықтар, қала тұрғындары, осы керемет қаланың қонақтары, шын жүректен барша біздің шахтерлерімізді, кеншілерімізді кәсіби мерекелерімен құттықтағымыз келеді. Тек қана мықты денсаулық тілегім келеді. Жақсылық болсын отбасыларыңызға, береке болсын. Аман есен жүре беріңіздер. Еңбектеріңіздің тек жемісін көріңіздер. Табысты болыңыздар, аман есен болыңыздар. Шахтер күні Екібастұздың маңызды мерекелерінің бірі. Әрбір отбасыда осы салада жұмыс істейтін адам бар деп сеніммен айтуға болады. Ал мерекелік концерт мерекелік от шашумен аяқталды.